Абу Насыр әл-Фараби 870-950 жылдар аралығында өмір сүрді. Туған жері Отырар қаласы. Бұхара мен Шашта, Бағдатта білім алды. Өмірінің соңғы жылдарында Дамескіде өткізді. Қызметі ақын, ғалым, музыкантшы, әдебиетші және шығыстың Аристотель деп танылды. 16 жасында оқу іздеп Бағдатқа барды. Араб, парсы, грек тілдерін жақсы үйренді. Күндіз бағбан, түнде ғылыммен айналысты. 150-ге тарта ғылыми еңбектер жазды. Оны біз музыка, математика, логика, философия, астрономия, әдебиеттану ғылымдарымен шұғылданғанын бәріміз білеміз. Еңбектері ғалымдар энциклопедиясы, ғылымдардың шығуы, риторика, поэзия өнері туралы еңбектерін бізге таныс болып келеді. Абу Насыр әл-Фараби тіршілікте құрыштай бол төзімді. Тіршілікте құрыштай бол төзімді, сан мәртебе алдаса да өзіңді. Тағдырыңды еш уақытта жазғырма, тіпті кейде болса да әзәзіл азғырған. Өрге жүзген өнегелі ісімен таңдады ал дос өз теңінің ішінен. Жүргендер көп достық атын малданып, алайда тек қалма оған алданып. Әл-Фараби деген екен. Бірінші, бір күні әлдекім әл-Фарабиге келіп, толса піскен алманы көрсетіп, одан сұрайды. Мына алманың ерекшелігі неде? Оның түсінде ме, шырынында ма, әлде бітімінде ме дейді. Сонда әл-Фараби, бұл алманың бәрінен де ұрығы тамаша, себебі бүкіл бақ алма осы ұрық арқылы пайда болды деген екен. Екінші, әл-Фараби Бағдатқа барғанда, Бағдат халифасынан сұрайды. Сені оқудың түрлі жетті деп естідік. Сен көп білесің бе, әлде Аристотель ме дейді. Сонда әл-Фараби, егер де мен Аристотельдің заманында өмір сүргенімде, сөзсіз оның үздік шәкірттерінің бірі болар едім деп жауап берген екен. Үшінші, шығыс әмірлерінің бірі әл-Фарабиге келіп, «Уа, екінші ұстаз, менің елімнің болашағы қандай күйде болмақ? Жауабыңызды естігім келді» дейді. Сонда әл-Фараби, егер де сіз еліңіздің болашағын білгіңіз келсе, маған жастарыңызды көрсетіңіз деген екен. Әл-Фарабидің нақыл сөзі. Ұстаздық мінез-құлық формасы мынадай болуы тиіс. Ол тым қатал да болмау керек, тым ырыққа да жығыла бермеу керек. Өйткені аса қаталдық шәкірттің өзіне қарсы қояды. Ал тым ырыққа көне беруі қадір қасиетін кетіреді. Алған білімі мен ғылымына селқос қарайтын болады. Қашықтасын, туған жер қауым елім. Не бір жерік болдырып жарау тиген. Шаршадым мен, қанатым талды мен. Шалқат жолар сарылып. Кер оралмай жолдарым жаттанған, қасіреттің жасына көз жұмар. О жаратқан көрнеккен ақмол,